Барлығыңызға сәлем, менің атым Күләш. Бұл YouTube каналда түрік тілі, Түркияда оқу туралы толығырақ, шынайы ақпараттарды білетін боласыздар. Ең алдымен мен өзім туралы, түрік тіліне қалай келдім, Түркияға қалай оқуға түстім, сол туралы айтып, сіздерге әрі мотивация, әрі шынайы өзімнің өмірімдегі болған оқиғаны айтып бергім келіп тұр. Ең бірінші мына сұраққа жауап бергім келіп тұр. Мен кіммін? Немен айналысамын? Атым Күләш. Фамилиям Мұрат деп кетсені. 2 жыл туылған. Менің атым Күләш. Қазіргі таңда Түркияда түркітану мамандығының магистрантымын. Оқып жатырмын. Түрік тілінде ғылыми диссертация жазудамын. Бұл мамандықта мен түркі тілдері, оның диалекттері және әдебиеттерін ғылыми деңгейде оқып зерттеймін. Мен қазір өзім түркі тілінің диалекті ретінде қазақ тілін алып, зерттеп, қазақ тілінде, дәлірек айтқанда әдебиетінде, оның ішінде Төлен Әбдіковтің еңбегін аударып, ғылыми зерттеу жасайтын боламын. Жалпы бұл жолға мен қалай жеттім? Бакалаврда мен қазақ тілі әдебиет деген мамандықта бітірдім. Алматы қаласындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде 4 жыл бойы білім алдым. Шынымен де қатты мақтанамын ол жерде оқығаныма, өйткені мені керемет тұлға болып қалыптасуыма, шетелге шығып оқуыма үлкен әсер берген білім ордасы болды. Одан бұрын мен Абай атындағы мектеп гимназияда, Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Чапаев ауылында Абай гимназиясында білім алған болатынмын. Яғни өмір бойы жақсы білім беретін жерлерде жақсы білім алып, жақсы білімнің не екенін біліп өскен адам болдым. Мен жалпы Түркияда оқу туралы 2-ші курстың 1-ші семестрінде білдім. Негізі шынына келгенде мен Ақтөбе қаласына барғым келген, яғни ауысым бағдарламасы бойынша, бірақ маған отказ берді, өйткені Ақтөбеде региональный, менің Алматыда оқып жатқан ұлттық болды, яғни дәрежесі жоғарырақ. Сол үшін мен дәрежесі тек қана тепе-тең Қазақ ұлттық университетіне бара алады екен. Бірақ бақытыма орай, Құдайға мыңда бір шүкір, кейбір қателер бізді жақсы нәрселерге алып барады екен. Мен ішкі мобильность пен сыртқы мобильностьтің, яғни Қазақстанның ішіндегі мобильность пен Қазақстанның сыртындағы елдер арасында мобильностьтің офисын шатастырып алып, сыртқы мобильностьқа, елдер арасында мобильностьқа барып тұр екен. Мен сұрайды, мамандығың қандай? Мен айтамын, қазақ тілі әдебиет. Түркияға барайын деп едім бе? Жоқ, Ақтөбеге деп. Даже бар ғой сол кезде, Түркияға бола ма не деп те сұрамаппын. Жоқ, онда Ақтөбеге болатын болса, қазақ тілі әдебиет оқитын болсаң, өзіңнің корпусыңда дейді. Жарайды деп шығып кеттім. Шығып жатқаннан кейін ғана ойладым, маған Түркияға баруға бола ма деп. Өйткені мен үнемі былай ойлайтынмын. Мен қазақ тілі әдебиетте оқимын. Қазақ тілі әдебиеті тек қана Қазақстанда ғана керек. Яғни мен басқа шетелге шығып, енді орыс тілі әдебиетте оқитындар үнемі Польшаға баратын, Россияға деген сияқты. Бірақ менің осындай мүмкіндігім бар екенін мен шынымды айтсам мүлде білген жоқпын. Бұндай мүмкіндігім шынымен де бар екенін білген жоқпын. Кері барып сұрадым, қандай бағдарлама, сөйтіп бұл Мевлана деген бағдарлама екенін білдім. Яғни ол жерде негізі маған айтқаны бойынша коридордан шықтым, сосын ойлаймын, мен шынымен Түркияға бара аламын ба деп, сөйтіп кері бұрылып барып сұрадым, қандай бағдарлама, мен қалай бара аламын деген сияқты. Сөйтіп олар Мевлана деген бағдарлама деп айтты, бірақ олар маған мұрындарын тыжырайтып, негізі өткен жылы бірақ адам өткен деген сияқты айтты да. Сосын мен ойладым, мен де бірақ адамның ішінде болатын шығармын, бірақ конкуренция жесткая деп сразу сол жерде айтып тастады. Жарайды, не істеу керек ол үшін? Енді түрікше немесе ағылшынша білуім керек. Мен ойладым, енді Түркияға барып, мен ағылшынша сөйлеп тұрғаным кішкене ыңғайсыз болатын шығар. Сол үшін түрік тілін оқиын деп ойладым. Қандай көмек болады дедім. Ол бағдарламада түріктер өздері стипендия төлейді екен. Яғни мен Қазақстаннан да, Түркиядан да стипендия алады екен. Өте қатты қуанып кеттім. Сөйтіп шықтым. Шыққаннан кейін автобустың жаңағы остановкасына дейін ойланып бардым. Не істесем екен, өте қатты қалайып. Сосын мамаға звондадым, сосын папаға звондадым. Айттым, папа, мен қатты оқығым келеді, осындай бағдарлама бар екен, мен барсам бола ма деген сияқты. Сөйтіп папам түрік тілі курсына қатыс, тап, тез арада мен саған ақшасын төлеймін. Білім міндетті түрде всегда алу керек. Шетелге шығуға мүмкіндік болса, шығып қал деп мені қолдаған болатын. Сол кезде мен жақын жердегі языковой курсқа барған болатынмын. Сол жерде 2 айдың ішінде деңгейімді көтеріп, собеседованияға кіріп, документімді тапсырып, сөйтіп мен Мула қаласына және де Нилеге шақырту алдым. Түркі тілдерінің диалектілері және әдебиеттері деген мамандыққа дәл қазір магистратурада оқып жатырмын. Сөйтіп Мулаға келдім. Мула деген көбі білмейді қай жер екені. Бұл былай түсіндіремін. Анталия мен Измирдің ортасындағы қала, оңтүстік батыстағы, өте туристік, өте ауа райы қолайлы, өте әдемі. Мен қатты қуанам және Құдайға шүкіршілік етем, что Түркияның өте туристік әдемі аймағына түстім. Өйткені бір воскресеньде Мармариске, бір воскресеньде Анталияға, бір воскресеньде Бодрумға, біреуінде Измирға барып келу мүмкіндігі өте оңай болды. Және жолға всего лишь 1000-2000 теңге ақша жойып барып келетін едім. Анталияға 4-5 сағат кететін шығар. Бірақ Мармарис пен Бодрум ол Муланың провинциясына кіреді. Яғни Мула облыстың орталығы сияқты. Және сол жерде өте үлкен таудың бөктерінде, тауға жоғарылап орналасқан университет бар. Мула Сытқы Көчман университеті. Бір адамның атына берілген.
сол университетке жарты жылға барып оқып келдім. Жарты жылдан кейін маған қатты ұнады. Мен Түркияға барғаннан кейін тоймай қалғанымды түсіндім. Қатты сағынғанымды түсіндім. Сөйтіп магистратураға дәл сол мамандыққа тапсырып көрдім. Рисковать еттім. Қазақстанға грантқа түстім, бірақ мына Түркияның ответі шықпай жатып, Қазақстан грантына отказ жазып тастап мәжбүр. Содан кейін Түркияға түскенімді білдім. Мен қазір немен айналысамын? Түркияға оқуға түскелі бері Томерге оқуға түсіріп бастадым. Түрк тілінен ғылыми деңгейде және де бұрын жалпы педагогикалық білім бар болған соң, осы сфераға осындай мамандар керек деп ойлап, өзімнің адал нанымды тауып бастадым. Түрк тілінен сабақ беремін. Өзім түрк тілін өте жақсы деңгейде білемін. Қазір диссертация жазып жатырмын. Өткен жылдан бастап Түркияға оқуға түсірумен айналысып бастадым. Себебі осыдан бұрын тек таныстарыма, тек попросить еткен адамға ғана істеп жүрдім. Ойладым, осы енді шынымен де дұрыстап айналыспасқа, неге бастамасқа деген ой келді. Және де Құдайға шүкір, Алла ісімді оң қылғанына мыңда бір рахмет. Осы уақытқа дейін әр студентім кемінде 10 университетке түсіп, қазір Түркияда оқып жатыр. Жарты Түркияны жаулап алдық десем, артық айтпаған боламын. Енді сіздерге түрк тіліне қалай қызығып бастағанымды айтқым келіп тұр. Негізі барлығы классикадан басталады. Көп адам сериалдан қызығып бастайды. Бірақ сериалдың бір минусы, адам ол жерде тек қана көшенің тілін үйренеді. Яғни университетке оқуға, семинарға, білім алуға бара жатқан адам үшін сериальный уровень ол жеткілікті деңгей емес. Сол үшін де мен курсқа қатысуым керектігін жақсы түсіндім. Барып оқыдым. Менің мұғалімім Түркияда Истанбул техник университетінде оқыған магистр болды. Ол ағайдың бір жақсы Түркияда оқығандықтан маған өте үлкен шабыт беріп жүрді. Өйткені мен Түркияға тапсырғым келіп, қанаттанып жүргенде маған былай түсіндіретін: сен метродан бүйтіп шыққанда ертең аэропорттан мына метроға мінесің, Истанбул картаны аласың. Яғни просто сөздер сияқты, былай істейсің деген сияқты. Бірақ ол маған өте үлкен мотивация берді. Ағай маған айтқанда, как будто мен сол жерде жүретін сияқтымын. Сол жерде өзім ойыма тоқып алдым. Әрбір тілдің мұғалімі желательно хорошо, если ол сол елде болса. Қазір өзім курс жүргізіп жатқандықтан менің ең бірінші ұстаздарға қоятын критериям тіл ғылымынан және педагогика ғылымынан хабары болса, және де Түркияға барған түрк мәдениетін білетін адам болса. Енді түрк ұстаздар онсыз да Түркияда тұрады, түріктер, кәдімгі ғылыми педагогикалық білімі бар адамдар, ал қазақ кураторларым, олар Түркияға барып, мәдениетін, салтын көріп келген адамдар. Яғни мен оқушыларым кез келген уақытта сұраған кезде, оларды мотивация беріп, қонақ ретінде түрк достарын алып келіп, түрк атмосферасын құра алатындай деңгейде бол үшін өзімнің ең алғаш курс алып жүргенде мақсатым пайда болған. Және де өзім галочка ретінде қойып қойдым, осындай жерден жаңағыдай барып көріп келген адам болса, адамды қатты шабыттандырады. Ол өте қатты көмектесетініне шын жүректен сенемін. Бірақ одан кейін біздің мұғаліміміз ауысып кетті. Курс барысында өте қатты алдан қалған болатынбыз. Бізге сертификат бермейміз деп айтты. Сосын ағайымыз: сөйлесем мен, маған ақшаларын жинап беріңдер, мен оларға жаңағыдай басқа жерден болсын тест тапсырып сендерге сертификат алып берем дегенде, сөйтіп ақшаны алып ол ағай жоқ болып кетті. Қуанышбек ағай, бізді көріп отырсаңыз, қараңыз, мені қай жерге алып келдіңіз. Сіздің осылай істегеніңіз мені сындырмағанына өте қатты қуандым. Сіздің осылай істегеніңіз, наоборот, мені Түркияға оқуға түсіріп, одан әрі дамуыма үлкен үлес қосты деп ойлаймын. Так что неудачи не всегда являются неудачами. Одан кейін бізде 4 жыл бойы түрк тілінде білім алған, бірақ Түркияда болмаған апай білім берді. Енді бұл менсінбеушілік сияқты болып көрінуі мүмкін, бірақ люди к хорошему быстро привыкают. Сол жақсы нәрсені жаңа ағайдың андай етіп армандатқызғанынан қатты үйреніп қалғанмен, ана апаймен оқу қатты бір қызықты болған жоқ. Ол апайдың айтары тек қана түрк тіліне байланысты ғана болды. Сөйтіп мен ол курстан шығып кеттім, деңгейімді дәлелдеп, сертификатымды алып, тапсырып, собеседованиеға бардым. Сөйтіп мен запах клубникиді көріп, супер дегенді фу деп жүрген қыз 2 айдың ішінде түрк тілін жақсы деңгейде үйреніп алып, сертификатымды құшақтап, документімді тапсырып, собеседованиеға барған болатынмын. Собеседованиеға барғанда 60 шақты студент болды. Оның примерно мен ең соң жақтарына қарай, очередьтің сол жаққа ғана келді. Өтіп баратам, 2 шет тілінде, түрк тілінде оқитын қыздар түркше сайрап атады, мен қорқам. Одан бір қарасам, ақысқа түріктер жүр, түркше вообще кәдімгі ана тілдері ғой, былай қарасаң. Қорқып сөйтіп мен сол муглаға түсіп келген болатынмын. Жалпы осылай түрк тілін үйреніп, Мевлана бағдарламасы бойынша Түркияға келген болатынмын. Ол жерде маған 90 мың теңге сол уақытта лира 70 теңге болды. Экономикасы өте
енді әлдеқайда жақсы еді. Сол кезде біздің қалада жалпы қазақтар аз болатын. Қазір Түркияға бару модны, Түркияға бару көрші ауылға барып келген сияқты ғой. Ол кезде бірақ ондай болған жоқ. Түркияға барым десең, сен шынымен де Түркияға бардың ба деп таңғалатындай деңгейде болды да. Өйткені қазіргідей арзан емес, қазіргідей оп-оңай оқуға түсе салу деген жоқ. Ол жерде шынымен де бағаңа қарап, тіл деңгейіңе қарап түсіретіндер көп болды. Яғни сен үшке оқысаң да түсе бересің деген понятие ол кезде болған жоқ. Сол себепті ол жерде кәдімгідей қазақтардың арасында шынымен де бір интеллигенция болды деп айта аламын. Өйткені ол жерде өзінің не қалайтынын білетін, жақсы жерде оқыған, жақсы жерде білім алған қазақ жиналып бірге бас қосқан болатынбыз. Енді қазір жағдай өте өзгерді. Алдағы видеоларда сол жерде айтатын болатынмын. Жалпы түрік тілін осылай үйреніп бастадым. Яғни оқу мақсатында, оқуға түсу мақсатында жалғастырған болатынмын. Түркияға барғаннан кейін бір 3-4 айдың ішінде түрік достар тауып деңгейімді өте жоғары деңгейге көтеріп алдым. Қазақстанға қайтып келіп оқуға түскеннен кейін кері магистратураға ителік сынабына кірдім. Яғни менің түрік тілі деңгейім университетте оқу үшін жеткілікті ме деген экзамен. Соған кіріп 2 күн 2 турдан өтіп өзімнің деңгейімді дәлелдеп магистратурада оқуды бастаған болатынмын. Егер сіздерге магистратурадағы оқу қалай жүреді, экзамендер қалай тапсырылады, қызық болса, маған осы видеоның астына өзіңіздің сұрақтарыңызды жазып кетсеңіз, келесі мен сұрақ-жауап форматы ретінде түсіруге тырысамын. Жалпы Түркияға оқуға түсу тарихым, негізі көп нәрсені тастап кеттім, өте негативный жағдайлар да болды. Досым мені лақтырып кетті, алданып қалдым, ағайым лақтырып кетті. Яғни ондай жағдай өте көп болатын. Главный мен олардың ешқайсысы болмаған сияқты мақсатыма көзімді жұмып, құлағымды жауып, ешкімді естімей, ештеңені көрмей тіп-тіке жүре бердім. Мақсатқа жетердегі ең басты өзіңе жасай алатын жақсылық осы деп ойлаймын. Ешкімді тыңдамау және ешкімді көрмеу, ештеңені көрмеу. Тек қана мақсатыңды көру болды. Қатты армандаңыздар. Мен күнде түнде өзімнің Галата көлесінің қасында қыдырып жүргенімді, Түркияда оқып жүргенімді қатты армандайтын едім. Күні бойы сериал қараймын, ән тыңдаймын, өзімді Түркияға оқуға түсуге қатты дайындадым. Және бұл менің арманым. 1 жыл болмай, мен ноябрьда бастадым, сентябрьда мен уже Түркияда болдым, келесі жылдың. Сол сияқты, яғни 1 жыл болмай менің арманым орындалып кетті. Құдайға көп-көп рахмет. Мыңда бір шүкіршілік айтам. Сіздерге де Түркияға оқуға түскісі келіп, түрік тілін оқып жүрген адамдарға барлық армандардың орындалуын тілеймін. Сіздер де дәл осылай менің арманым тез орындалғаны сияқты мақсаттарыңызға тез жетіп, армандарыңыздың орындалғанын қалаймын. Бірақ та бұның барлығы бір ертегі әлемі. Түркия өте керемет. Түркияда біздер мақтан үстінде жүреміз. Бәрі розовый деген сөз емес. Алда неше түрлі шындықты айтатын боламын. Сол үшін менімен осы каналда қалыңыздар. Сіздерге пайдалы болды, қызықты болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына жазып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.